Барлықтан сәлем. Бүгін біздің тақырыбымыз бұл қозғыш тіндер, қозу, қозғыштық деген сөйлемдерге тоқталамыз оларға. Олардың кезеңдері, өлшемдері, мембраналық потенциал және әрекет потенциалына тоқталып кетеміз. Енді жалпы адам ағзасындағы тіндерді біз ірі екі топқа бөлеміз. Ол бізде қозатын және қозбайтын тіндер. Қозатын тіндер қатарына бұлшықеттер жатқызырамыз. Оған 3 түрлі бұлшықет жатқызырамыз. Яғни адамның еркіне бағынатын қанға бұлшықеттері, еркіне бағынбайтын бірыңғай салалы бұлшықеттер, и одан бөлек жүрек бұлшықеттерін жатқызырамыз. Бездер түсінікті, сілекей бездері, тер бездері сияқты, и жүйке жүйесі. Ал қозбайтын тіндерге қатарына біз дәнекер, шеміршек және тері эпителийін жатқыздырамыз сәйкесінше. Енді не үшін олар қозатын деп саналады? Өйткені бұлшықет ретінде мысал алсақ, егер де адам өзінің қолын мысалы бүк сүйесе, ол ойлайды ғой, еркіне бағынатын бұлшықеттер соған орай жиырылады. Адам ағзасынан, яғни миынан импульс келеді бұлшықеттерге, бұлшықет тітіркендіріледі, тітіркендірілген соң ол қозады. Қозу салдарынан бұлшықет жиырылады. Сосын адам өзінің қолын бүгеді. Сәйкесінше бұл олардың сондай қасиетке ие болғандықтан оларды қозатын, яғни қозғыш тіндер қатарына жатқыздырамыз. Жалпы мен қазір айтқан ол қозғыш тіндерінің физиологиялық қасиеттерінің 3-тен 1-еуі болып табылады. Жалпы олар 3-еуі. Біріншісі қозуды өндіре алатын, қозғыш тіндер қозуды өндіре алады. Қозуның арқасында жиырылады бұлшықеттер, бездер көбірек сөл бөледі, ал жүйке жүйесі болса, сәйкесінше импульсті түзейді. Басқа. Енді одан бөлек тағы 2 қасиет бар. Ол өткізгіштік, яғни өзіне туынан қозуды келесі жатқан жошыға беріледі. Екіншісі, үшіншісі ол жиырылғыштық. Бірақ оның көбінесе бұлшықеттерге тән болып келеді. Келесі біздің қарастыратын сұрақтарымыз ол қозу, қозғыштық және оның кезеңдері. Біріншіден қозғыштыққа тоқталайық. Бұл тіннің белгілі бір тітіркендіргішке жауап бере алу қабілеттілігін көрсететін шаман айтамыз, қозғыштық. Ал қозу ол тіннің тітіркендіруден кейін пайда болған жауабын біз оны қозу деп атаймыз сәйкесінше. Енді кезеңдеріне тоқталатын болсақ, жалпы біз тіндегі 4 кезең ажыратамыз. Ол субнормалды, супернормалды, салыстырмалы рефракторлы кезең және абсолют рефракторлы кезең деп бөлеміз сәйкесінше. Енді біз осыны түсінер алдында біз осы жерде мембрана жалпы әрекет потенциалының салынған графигіне назар аударуымыз керекпіз. Егер де 80 милливольт деп берілген санға қарайтын болсақ, және одан жүргізілген үздіксіздігі, егер де ешқандай қозу болмаса, тін осындай зарядпен тыныштық күйінде сақталып тұра беруші еді сәйкесінше. Бұл осы жерде көріп тұрғанымыздай бір деп белгілеген бар ғой, қоршаулы. Ол субнормалды кезеңге сәйкес келеді. 100%. Не үшін? Өйткені тін қандай тітіркендіргіш әсерін тигіздірсе де жауап бере алады. Яғни оның жауап беру қабілеттілігі 100%-пен бағаланады. Бұл сәйкесінше любой бір тітіркендіргіш әсерін тигіздірген. Енді 50 милливольт деп белгіліп тұр ғой. Бұл бізде осы жерден сын пикқа жетіп отыр ғой, графиктеші. 50 милливольттан жүргізілген үздіксіздігі ол тіннің табалдырық, яғни табалдырық мәніне тән болып тұрады. Қозудың пайда болуының бастапқы нүктесі болып табылады. Енді ол қалай есептеледі? Не үшін осы жерден қозу басталады? Өйткені әр тін бірден қозып кетпейді ғой. Ол қозу алдында тітіркендіргіш оған әсерін тигіздіре беру керек та. Ол бірте тигіздіреді, сосын ғана қозады. Егер де мысал келтіретін болса, қозу табалдырығына. Әр адам ашуланады, дұрыс па? Бірақ кейбіреулердің ашуға деген күтіну, яғни күту қабілеттілігі жоғары болып келеді ғой. Адам деген шыдайды да, сосын әр адамның өзінің бір шегі болады ғой. Шегіне жетеді, адам ашуланып жарылады, тамай халайды деген сияқты. Осыған байланысты табалдырық мәніне. Сәйкесінше адам қозады.
тозады, ашуланады деген. Сонымен байланыстырсаңыздар болады. Енді осы жерде пиктағы көрдіңіз ғой, үш бұрышты екіге бөлінген, соның ішінде 2 деген санмен берілген. Ол бізде абсолюттік рефракторлық кезеңге сәйкес келеді. Адам ашуланғаннан кейін ашуланады ғой, өзінің эмоциясын жан-жағына шашырайды ғой, сосын тынышталады ғой. И оны тағы да ашуландырайын десек, ол одан әрсе ашуланбайды. Өйткені ол өзінің бүкіл эмоциясын шашқан ғой, бүкіл энергиясын жұмсаған ғой. И сәйкесінше ешқандай сыртқы тітіркендіргішке жауап бере алмайды. Сол үшін біз оны 0%-пен бағалаймыз. Абсолюттік рефракторлық кезеңдегі адамның жауап беру қабілеттілігін. Адамның дегенде тіннің. Үшінші, ол бізде салыстырмалы рефракторлық кезең. Көріп тұрғаныңыздай, ол 100%-тен төмен, немесе 10%-ның аралығындағы қозғыштықты айтамыз. Егер де абсолюттік рефракторлық кезеңде қозу орын алмаса, ал салыстырмалы рефракторлық кезеңде адам бастапқы тітіркендіргіштен 2 есе күштірек тітіркендіргішке жауап береді. Егер де бұл жерде белгілі бір жалпы қоздырғыш әсерін тигізіп табалдырық мәніне жетіп қана сәйкесінше жауап бере алса, то осы жерде жауап беру үшін табалдырық мәнінен жоғары мәнді тітіркендіргіш әсер етуі керек. Сонда ғана ол қайттан қоза алады. Сол үшін біз соның қозу, яғни қозғыштықтың бағалаймыз 100%-тен төмен и 10%-ның аралығындағы. Енді ең соңғысы, ол бізде супер нормалды кезең. Қозу бұл жерде бастапқы мәнінен бір шама аз мәнінде туа алады. Яғни, егер табалдырық мәні бұл жағдайда аз болады. Ол шамамен бір 60 милливольтқа дейін төмендейді, 60 милливольтқа. И бұл азырақ қой, өйткені 80-нен 50-ге дейін жету қиын ғой, ақта 60-қа дейін түсіп кетеді, сәйкесінше даже бір кішкентай болсын бір тітіркендіргішке жауап бере алады. Бұның қозғыштығы 100%-тен жоғары болып келеді. Келесі біздің сұрағымыз қозғыштықтың өлшемдері. Қозғыштық табалдырығы, әсерінің пайдалы уақыты, хронаксия, аккомодация және лабилділікке тоқталамыз. Енді қозу табалдырығы дегеніміз бұл тіннің қозу үрдісі орын алу үшін тітіркендіргіштің әсерінің ең минималды өлшемі, ең минималды мәні. Қайталап жүрейін. Қозу табалдырығы дегеніміз тінде қозу процесі орын алу үшін қажетті тітіркендіргіштің ең минималды түсірілетін күшін қозу табалдырығы деп атаймыз. Енді бұл қозу табалдырығы аккомодация жылдамдығында қолданады. Соны бірінші талдап кетейік. Аккомодация жылдамдығы тіннің бейімділігі, белгілі бір тітіркендіргішке бейімділігі деген білдіреді аккомодация осы контексте. Енді оны түсіндіру үшін осындай бір екі бақаның аяғын ыдыстағы суды алайық, и оны қыздырдық дейікші. Бастапқысында бірінші ыдыста 50 градустық су құйдық. Бақаның аяғын батырдық, ол бірден өзінің аяғын тартты. Өйткені ыстық қой, қоздырғыштың, яғни тітіркендіргіштің күші үлкен болып тұр. Соған байланысты оның жылдамдығы көп болып тұр да, сәйкесінше қозу орын алып, бақа өзінің аяғын тартты. Суға батырып та үлгермей, бірден тартып қалды. Ал енді аккомодация кезінде біз тура сол тітіркендіргішті қолдандық, температура. Бірақ та оның уақытын кішкене создық әсерінің. Яғни біз бастапқысында бөлме температурасына батырдық бақаның аяғын. Сосын біз оны бірте 50 градусқа дейін қыздырттық. Енді қалай жұмыс жасайды аккомодация? Бірінші, тін бейімделуі жүзеге асырылады. Бірте қыздырылады, тін түсінеді и бейімделіп үлгеріп жатыр сәйкесінше температураға. Қозу табалдырығы өседі сәйкесінше. Егер де бастапқысында 50 милливольт шамасында аяқ тітіркендіріліп тартылса, бүгілсе, то осы аккомодация барысында біздің қозу табалдырығымыз өседі.
ел басында 50 милливольт шамасында мән қажет болса, енді бізге бір 20 милливольт шамасындағы мән қажет болып тұр дейікші. Бұл дегеніміз жалпы қозу орын алып тұр, тітіркендіріліп жатыр. Бірақ та тітіркендірілу өскенімен қозу табалдырығы олмен іргелес өседі. Ол өссе, мынауды өсіп отыр дегендей сияқты болып тұр ғой. Сәйкесінше қозу табалдырығы өсті. Қозғыштық төмендеді. Не үшін? Өйткені бастапқы тітіркендіргіштің күші енді жұмыс істемей жатыр. Сәйкесінше бұл нені білдіреді? Бұл дегеніміз қозғыштықты төмендеп жатқан білдіреді. Яғни ол бастапқы күйіндегі қоздырғышқа енді жауап бере алмайды сияқты. Енді сәйкесінше қозу жоқ. Қозу болмайды. Жергілікті жауап қана болады, бірақ былай қозу орын алмайды, аян таппайды. Осыны біз аккомодация деп атаймыз. Келесі сұрақ, ол бізде қозғыштықтың өлшемдерінің ішінде әсердің пайдалы уақыты және хронаксияға тоқталамыз. Жалпы бұл екі мағынаны түсіну үшін біз күш пен уақыт деген белгіленген қисық сызығына назар аударуымыз керекпіз. Оны бұрынғы 1900 жылдары екі ғалым ашқан болатын. Яғни енді күш пен уақыт ол қисық сызығы бұл не жалпы? Көріп отқаныңыздай, мына көлденең сызықпен уақыт берілген, ал тік сызықпен бұл әсер ететін тітіркендіргіштің күшін белгіленген. Соны біз реабазамен белгілейміз, ал сәйкесінше қажетті уақыт, яғни уақытты біз метр секундпен көріп тұрғанымыздай. Енді осы ішінде әсердің пайдалы уақыты не екеніне жауап беретін болсақ, жалпы ол дегеніміз ОА, яғни бір реабаза, бұл дегеніміз қозу табалдырығы. Жалпы реабаза дегеніміз бір жалпы тіннің қозу үшін табалдырық мәнінің өлшем бірлігі десек те болады бір реабаза депші. ОА, бұл бізде бір реабазаға тең. Бір реабаза сәйкесінше қажетті тін тітіркендіру үшін қажетті уақыты біз оны әсердің пайдалы уақыты деп атаймыз. Әсердің пайдалы уақыты. Яғни ОА бір реабаза тінге әсер еткеннен кейін тіннің қозу үшін қажетті уақытының тәуелділігін көрсетіп тұрмыз сәйкесінше. Міне ОА әсерін тигіздірді бір реабаза мөлшерінде. Міне сәйкесінше міне біздің тініміздің жетті есеге қозу орын алған тіннің ішінде бысы сәйкесінше. Енді ол міне біздің пайдалы уақытымыз. Енді келесі біздің қарастыратын өлшеміміз ол бізде хронаксия. Бұл дегеніміз не? Хронаксия дегеніміз ол тінге екі реабаза мөлшерінде тіркендіргіш әсер еткеннен кейін, міне ОА бір реабазаға тең болды ғой, оды екі реабазаға. Екі реабаза әсер еткенде тіннің тітіркендіргіш әсер еткеннен кейін ең минималды қозу үшін қажетті уақыттың өлшемі. Міне ЕФ, ол бізде сәйкесінше оның ең минималды уақыт көріп тұрғаныңыздай. Міне осыны біз күш пен уақыт сызығы, оның ішіне әсердің пайдалы уақыты және хронаксияны біз атап шықтық. Жалпы осыны мынандай теңдеуге қарастырсақ болады. Қозғыштық бір бөлінген уақытқа. Бұл дегеніміз қозғыштық уақытқа тура пропорционал. Егер де тіннің қозғыштығы жоғары болса, онда тіннің қозу үшін қажетті уақыты төмен болады. Ал егер керісінше қозғыштық төмен болса, яғни қозғыштығы төмен тін үшін қозу өте баяу орын алады. То есть көбірек уақыт талап ететіні белгілі болып тұр сәйкесінше. Болды осымен. Келесі сұрақ, ол бізде қозғыштық өлшемдердің ішінде лабелділік. Лабелділік деп біз тіннің қозуына, яғни қозғыштығының да бір өлшем бірлігі деп те атасақ та болады. Бұл дегеніміз не? Бұл бір секундтың ішінде әсер
яғни әсер ететін тітіркенгіштігінің санына сәйкес пайда болатын қозуының ең максималды санын атаймыз сәйкесінше. Мысал келтірейікші. Мысалы, жеке тіні 500 мыңға сәйкес келеді лабелділігі. Жалпы лабелділіктің өлшем бірлігі герцпен белгіленеді. 500 мың герцке сәйкес келеді. Мен міне жеке тінін алдым. Міне менде жеке тіні бар. Оның лабелділігі 1000 герц дейікші. Мен оған 1200 рет тітіркендірдім. 1 секундтың ішінде 1200 рет тітіркендірдім. Бірақ та оның лабелділігі 1000-ға тең болғандықтан, ол тек қана 1000-ына ғана жауап береді, ал қалған 200-не жауап үлгере алмайды. Сон білдіреді сәйкесінше. Лабелділік тағы да басқашалайда оны түсіндірсек, ол тіннің қарапайым физиологиялық реакция, яғни қозуының қаншалықты ұзақ болып жатқанын көрсететін шама десек те болады. Сәйкесінше. Енді жалпы лабелділік неге тәуелді десеңіздер, ол абсолюттік рефракторлық кезеңге тәуелді болып келеді. Егер абсолютті рефракторлық кезеңі қысқа болса, онда тіннің келесі 1 секундтың ішінде келе жатқан келесі қоздырғышқа жауап береді деген сөз. Жауап бере алады. Өйткені қысқа болғандықтан, анау тітіркендіретін соған тиетін уақыты аз болады да, ол тітіркендіре алады. Сәйкесінше, жеке тіні. Жалпы адам организміне әртүрлі жеке тіндері бар, жеке талшықтары бар, жеке тіні бар сәйкесінше. Оның барлық лабелділігі 500-ден 1000-ға дейін сәйкесінше аралығында тұрады, ал абсолюттік рефракторлық кезеңі 1-2 секунд. Шынымен тез, яғни оның абсолюттік рефракторлық кезеңі 1 немесе 2 секундқа созылады. Ал қалғанында салыстырмалы рефракторлық кезең, яғни жауап бере алады. Мен оны тітіркендіре берсем, осы кезде жауап бере алады. Сондай сияқты қан бұлшық етінің 250-330 герц кішкене төмен болып тұрады, жекеге қарағанда. Бірақ та ол бізге жеткілікті болып тұр. Сәйкесінше абсолюттік рефрактор кезегі 3-4 секунд, сондай сияқты синапс 100-120 герцке тең болады. 8 немесе 10 секунд оның абсолюттік рефракторлық кезеңі соған сәйкес келеді. Осымен болды. Келесі біздің сұрағымыз, бұл бізде биопотенциал. Био тіршілік, потенциал электр тоғы. Оң полюс бар, теріс, яғни оң және теріс зарядтары бар сәйкесінше. Енді биопотенциал бұл тірі тіннің электр тоғы деп атаймыз. Оның екі түрі бар. Негізгі екі түрі бар. Тағы да біреу бар, бірақ біз негізгі екі түрін қарастырамыз. Ол мембраналық потенциал және әрекет потенциалы. Енді мембраналық потенциал дегеніміз не? Бұл жасуша протоплазмасындағы потенциалының жасуша мембранасының сыртқы бетіндегі потенциалының айырмашылығы. Яғни, мына біздің жасушамыз сырттағы көп тұрыңыздай мембрана потенциал кезіндегі мембрананың сыртқы бетіндегі заряды оң, ал протоплазма, яғни мембрананың ішкі бетіндегі заряды теріс. Осылайша бұл мембраналық потенциал. А егерде әрекет потенциалы тура сол сөздермен жазылатын болады. Бұл дегеніміз протоплазманың сәйкесінше потенциалының және мембрананың сыртқы бетіндегі потенциалының айырмашылығы. Сәйкесінше тура солай әрекет потенциалы астымызда. Бірақ потенциалы айырмашылығы бар. Сыртта теріс болады, ішінде оң болады. Одан бөлек бұл өтпелі кезең, яғни жасуша немесе тін бұл күйден осы күйге өтеді, қызмет көрсету и сосын қайттан қалпына келеді сәйкесінше. Енді осы биопотенциал, яғни мембрана потенциал жүйке жүйесінде 80 милливольтқа тең болады. Бірақ ол қандай күштер арқасында қалыптастырылады осы минус дәрежесі? Жалпы адам ағзасында жасушаларында екі транспорт белгілі бар. Ол бізде енжар және активті. Енжар деген ол ешқандай жасушадан немесе тіннен күшті талап етпейтін транспорт. Оны концентрация градиентін сәйкес келеді. Концентрация градиентіне сәйкес жүргізілетін транспорт. И соның концентрация градиентіне қарсы, яғни активті белгілі бір жасушаны белгілі бір күшті талап ететін процесс болып табылады, активті транспорт. И соның арқасында мембраналық потенциал
осы мәнге тең болады. Бірақ осыдан бөлек, осы транспорттардан бөлек жасуша мен жасуша и жасуша аралық сұйықтықтың арасындағы иондардың таралуы біркелкі емес. Көріп тұрғаныңыздай, калий ионы жасуша ішіндегі мөлшері жасуша сыртқы, яғни жасуша аралық сұйықтығынан 50 немесе 30 есе көп болып тұр. Оның концентрациясы. Ал натрийдің концентрациясы керісінше жасуша аралық сұйықтығындағы оның мөлшері 8 немесе 10 есе көп болып тұр жасуша ішіне қарағанда. И осы сәйкесінше теңсіздігінің арқасында, асимметриясының арқасында, мембрана әрекет потенциалы қалыпты өзінің мөлшерінде тұрады, минус 80 милливольт. Одан бөлек айтып кететін затым бар, әр жасушадағы, жасуша дегенде әр тінінде мембраналық потенциал әртүрлі болады. Бұл жүйке жүйесі мысал ретінде алынған шама 80 милливольт. Енді мен айттым ғой, сәйкесінше иондар біркелкі таралмаған. Біркелкі таралмағандықтан жасуша ішіндегі енжар және активті транспорт арқасында бізде заряд орын алып тұр. 80 милливольт, минус дәрежесінде 80 милливольт. Енді мембраналық потенциал қалай осындай дәрежеде болатынына келетін болсақ, 80 милливольт. Біз айттық, жасуша ішінде калий көп, 30 немесе 30-50 есе. Үйсің концентрация градиенті деген термин бар. Бұл дегеніміз зат көп жерден аз жерге өтеді. Сәйкесінше, егерде бір шелек алайықшы, шелекті. Бір үлкен бір суға толған шелек бар, и соны бір су жоқ шелекке жалғап қойсақ, су деген бір үлкен шелектен кіші шелекке ағып кетеді ғой. Сондай сияқты осы жерде сондай жұмыс істеп жатыр. Егерде енжар тасымалдауға келетін болсақ. Нәтижесінде калий ионы, жасуша ішінде калий иондар көп болады. И сосын жалпы біз қарастырып отқан натрий, калий сияқты иондары ешқашанда жалғыз болмайды. Жасуша ішінде болсын, жасуша сыртында болсын. Жалпы бүкіл осы өмірде Құдай қалғанда жалғыздық тән. Әйтеуір әр нәрсенің өзінің жұбы бар. Сондай сияқты натрийдің де, калийдің де өзінің жұптары бар. Там хлор ионы немесе там басқа да қышқылдар сияқты. Сәйкесінше калий ионы мембрана тыныштық күйінде концентрация градиентінің бағытымен сыртқа шығады, жасуша аралық сұйықтығына шығып тұрады. Сәйкесінше, дұрыс па? Ал натрий иондары, натрий каналы жабық, өйткені қозу жоқ, тыныштық күйінде тұр. Калий шығып тұрады, а натрий кірмейді, өйткені калий каналдары жабық тұрады. И сәйкесінше мыналар да өзінің жұмысын атқарып тұрады керек кезде. Бірақ бұл кейін біз оғаларға келеміз. Міне калий шығады, калий шыққаннан кейін өзінің минус, яғни допустим, хлор ионы дейікші, хлор ионы қалдырып кетеді, дұрыс па? Хлор ионы қалғандықтан ол мембрананың ішкі бетінде жиналады да, и нәтижесінде теріс зарядты тудырып тұрады. Ал калий шыққаннан кейін ол мембрананың сыртқы бетінде тұрады да, мембрананың сыртқы бетінде қоршап тұрады оны. И соның арқасында оң зарядты қалыптастырып тұрады. Яғни хлор ионы шығады, ол сәйкесінше осы дәрежеге шығады дегенде қалады жасушаның ішінде. Ол 80 милливольт деген шаманы беріп тұрады осы жерде. Ал калий болса, калий ионы жасушаның сыртында тұрады. Ол басқа, мысалы, натрийдің кіруіне жол бермейді. Өйткені тебеді ғой. Плюс-плюс бір-бірін тебеді. Мысалшы, сәйкесінше. Енді бұл бізде мембраналық потенциал. Қайталап жүрейік. Мембраналық потенциалының шамасы концентрация градиентінің байланысты енжар тасымалдау арқасында калий ионының сыртқа шығып, оның ішінде анионның қалуының арқасында минус таңбасы қалыптастырылып отырады. И одан бөлек олар нақты тартылып тұрады бір-біріне ше, одан қарамастан. Енді осы жасушаға бір әрекет, бір тітіркендіргіш әсерін тигіздірейік. Тітіркендіргіш әсерін тигіздіргеннен кейін нәтижесінде натрий жасушаның ішіне кіреді, ал калий каналдар керісінше жабылады. Натрий жасушаның ішіне кіре бастайды. Бірақ та осы сәйкесінше
біздің сыртымыздағы оң зат болып тұр ғой. Қалай натрий кіріп тұр десеңіздер, натрий сондай бір талғамды адамда айтқан затынан қайтпайды деп елестейікші. И соны кіріп кетеді, оның өзінде кіріп кетеді. Кіреді, бірақ кіргеннің әсерінен жалпы бар ғой, бос тұрған хлор аниондары осы натрийға жалғанып кетеді ғой. И нәтижесінде жасушаның ішіндегі потенциалы оң болып кетеді. Ал натрий болса өзімен бірге тек қана жалғыз ғана кірмейді ғой. Ол еще хлормен бірге кіргісі келді ғой. Бірақ хлор кіре алмайды. Өйткені мембрананың бетіндегі каналдарының өлшемі, яғни размер дейікші, ол тек қана натрийді өткізе алады да, тұп-тура өте алады. Ал хлор ионы үлкен болып тұр да, кіре алмайды. Сол үшін сыртқа қалып тұрады. И соның әсерінен сыртта қалғандықтан хлор, ол натрийға сәйкесінше ұмтылады ғой. Ұмтылғаннан кейін мембрананың сыртында жабысады дегенде былай жинақталып отырады, шоғырланады. И соның әсерінен теріс заряд туындайды мембрананың сыртқы бетінде. Міне, енді келесі мембрана потенциалының кезеңдеріне тоқтап кетейік. Осыған сәйкес, осыдан қазір біз шығарамыз. Міне көріп тұрыңыз, бұл мембрананың жалпы әрекет потенциалының графигі көрініп тұр. Біріншісі, көріп тұрғаныңыздай, бұл табалдырықтық деполяризация. Не үшін табалдырықтық? Өйткені деполяризацияға орын алу үшін, яғни қозу орын алу үшін, қозу ол бізде деполяризация алу үшін, біз бірінші табалдырық мәніне жетуіміз керекпіз. Тура солай, натрий ионы ішке кіре бастайды. Кіреді, қайтадан бір жасушаны салайық. Міне жасуша, міне натрий бізде каналдан кіріп отыр натрий. Кіреді. Яқтан плюс зарядтар тола береді, минус зарядтар міне азая береді, өйткені кіріп отыр ғой. Ал онымен бірге қалған бір хлор ионы, хлор анионы міне шоғырлана бастайды. Минус. Оңнан минусқа айналып отыр. Сәйкесінше, ол кіре береді, кіреді и табалдырық мәніне жетеді. Табалдырық мәніне жеткеннен кейін натрий каналдары, яғни потенциалға тәуелді натрий каналдары бүкіл жасушаның бетінде ашыла бастайды. Мына натрий, мына жерден, әр жерден кіре бастайды натрий. Өйткені потенциал өзгерді ғой, бүкіл жасушаның ішінде минус заряд тұр ғой. Минус заряд болып тұр ғой, соған байланысты көрші жатқан натрийлардың барлығы жасушаның ішіне кіре бастайды. Осының әсерінен сондықтан көріп тұрғаныңыздай, мына мән жоғары көтеріліп тұр. Қарасаңыздар, тіке, былай көріп тұрғанша сізге тіке кетіп баратыр. Бұл дегеніміз натрий толқын тәрізді бүкіл жасушаның бетінен кірді деген сөзді білдіреді. Міне бізде кірді. Осы бір деп көріңіз, ол бізде деполяризация табалдырығы, екі ол бізде әрекет потенциалының шыңы. Міне әрекет потенциалы туындады. Әрекет потенциалы шыңы туындағаннан кейін, оны біз екіге бөлеміз. Деполяризация және реполяризация. Енді не үшін реполяризация соңында орын алды деген сұрақ туындайды ғой. Не үшін ол өсіп отқан зат уақытта түсіп кетті. Өйткені жасуша өлмеу керек. Егерде натрий және калийдің мөлшері, яғни натрийдің мөлшері жасуша арал сұйықтығымен, жасуша ішіндегі мөлшерімен бірдей болып кетсе, жасуша өледі. Яғни асимметрия орын алады. Зарядтар сосын туындамайды осының әсерінен. Сол үшін олар біркелкі болды. Міне натрий кірді. Натрий кіргеннен кейін натрийдің сыртқы арасындағы, допустим, қатынасы бір 2-ге немесе 3-ке азайып кетті деп көріп тұрсыңдар ғой. 2 немесе 3-ке дейін азайып кетті. Ал болса жасуша үшін өте қауіпті. Сол үшін ол не істейді? Ол алады да натрий каналдарды жауып тастайды. И нәтижесінде натрий сорғысы немесе насос деп атайды. Ол өзінің жұмысын жасай бастайды. Ол натрий катиондарын сыртқа шығара бастайды. Осы натрий сорғысы
жұмыс істегеннің әсерінен натрий бір жасушаның сыртына шыға бастайды. Шығады. И бір кезде калий, сол көріп тұрғаныңыздай натрийдің қатынасы жасушаның ішіне қарағанда 2 немесе 3 есе ғана көп болып тұр. Яғни азайып кетті. Бұл дегеніміз жасуша ішіндегі натрийдің мөлшері жасуша аралық сұйықтығындағы мөлшермен теңесейін деп қалғанын көрсетіп тұр. Бұл жасуша үшін өте қауіпті, өйткені егерде тең болып қалса, натрийдің сыртқы бетінде, яғни жасуша аралық сұйықтығы мен жасуша ішіндегі натрийдің мөлшері теңессе, симметрия орын алса, жасушада кейін уже заряд пайда бола алмай қалады, жасуша жай өліп қалады. Өйткені ондай болмау керек, міндетті түрде. Енді, соның әсерінен көріп тұрғаныңыздай натрий каналы жабылады. Жабылғаннан кейін натрий сорғысы, керісінше натрий сорғылар жұмыс жасайды, оған энергия бөлінеді. Энергия бөлінің арқасында натрий жасуша ішінен жасуша аралық сұйықтығына өтеді. Сонда сен шығара береді. Шығарады. Ол шығарыла береді, натрий каналдары, натрий катиондары сорғысының арқасында жасуша аралық сұйықтыққа бөлініп жатыр. Кейін калий натрий сорғысымен бірге натрий каналдары жабылды ғой, өйткені концентрация градиентінен бағытымен жүрді ғой. Жүре алмайды, өйткені жабылып тұр ғой. Сәйкесінше калий каналдары ашыла бастайды. Калий каналдары, міне калий ашылды. Енді калий жасуша ішінен жасуша сыртына өтеді концентрация градиентінің бағытымен. Міне бізде шығып отыр, натрий мен және калий бірге жасуша ішінен сыртқа шығып отыр. Шығып жатыр. Шығуының әсерінен калий жасушаның сыртындағы оң зарядтар одан несе көбірек түзіле бастайды. Көбірек көрсін. Одан көбірек уже. Ешқандай натрий болсын уже кіре алмайды. Мына жерден. Өйткені толықтай қоршап отыр ғой. Натрий, калий катиондары. Соның әсерінен жасушаның ішіндегі калийдің мөлшері азайып баратыр, ал жасуша аралық сұйықтығындағы мөлшері керісінше көбейіп жатыр. Бұл да жасуша үшін қауіпті. Әсіресе бір кардиомиоциттер, яғни жүрек жасушаларының, жүрек бұлшықтары кардиомиоциттер, олар үшін калийдің мөлшері тым қатты азайып кетсе, кардиомиоциттің ішінде оларға өте қауіпті. Өйткені ол сәйкесінше аритмия алып келеді, аритмияның нәтижесінде блокаданың ішінде жүректің тоқтауына алып келеді. Сол үшін бұл өте маңызды. Бүкіл жасушалар үшін калийдің мөлшері жасуша ішіндегі көп мөлшерде болуын сақтауы өте маңызды болып келеді, натрий сияқты. Нәтижесінде калий каналдар ашық тұр. Бірақ та бұдан бөлек бізде жасушаның, яғни сорғының бізде калий сорғысы бар. Сәйкесінше ол концентрация градиентіне қарсы бағыттағы иондардың ағысын қамтамасыз етеді. Сорғысы сияқты. Концентрация градиентін жыға отырып, калий аз жерден көп жерге өте бастайды. Бірақ ол көбірек, 2 калий ішке кіргіздіріп отыр. Яғни 3 натрий шығып отыр. Сәйкесінше наяқтан 1 калийдан шығып отыр. Соның әсерінен бізде наяқта көріп тұрғанымыздай теріс із болып тұр. Яғни потенциал 80 милливольттан одан төмен түсіп кетті. Ол 90 немесе 100 милливольтқа дейін түсіп кетті. Өйткені калий шыға бергеннің әсерінен ішінде хлор немесе басқа да аниондардың қалып кеткендігінен. Сосын ол натрий, яғни калий сорғысы осы точкада жұмыс істей бастайды. Жұмыс істеу барысында жасуша өзінің тыныштық күйіндегі зарядын қайттан қалпына келеді. Осы арқасында әрекет потенциалы туындап, ол мембрана потенциалына ауысады. Сондай сияқты мембрана потенциал әрекет потенциалына алмасып отырады.
Енді әрекет потенциалының бірнеше кезеңдері бар, соны атап кетейін. Біріншісі деполяризациялық табалдырық, яғни табалдырық мәні 60 милливольт. Табалдырық мәні. Следующий бізде мембраналық потенциал. И вот табалдырық мәні. 2 бұл бізде әрекет потенциалының шыңы. Оны біз деполяризация және реполяризация. Деполяризация натрийдің толқын тәрізді жасушаның ішіне кіруін атаймыз. Ал бетта, яғни Б әріппен берілген, бұл керісінше натрийдің жасуша ішінен сыртқа шығарылуын көрсетеді калиймен бірге. Ал 3 бұл бізде теріс іздік потенциал деп те атайды оны. Өйткені потенциал, или жоқ, оны оң іздік потенциал деп атайды. И оны басқаша да гиперполяризация деп те атайды. Енді нәтижесінде жасуша өзінің қалыпты мембраналық потенциалына қайтадан келеді. Осымен бітті.